Сәлем барлықтарыңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадный торттың рецептімен бөлісемін. Өте қарапайым рецепт, жасап көрейік. 2 жұмыртқаны алып, ең алдымен оған 200 грамм қант қосып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне 300 мл сүт, 120 мл сұйық май қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Ұнымызға ұн қопсытқышымызды және 2 ас қасық какаомызды араластырып, илегіштен өткізіп, бөліп салып, тағы да миксерлейміз. Болды. Дайын. Енді оны формамызға салып, менде 22 сантиметр пеште пісіріп аламыз. Ол піскенше кремімізді дайындаймыз. 4 ас қасық ұнға 2 ас қасық какаоны қосып, оған 1 жұмыртқа қосып, үстінен сүт құямыз. Жақсылап араластырып алып, газға қоямыз. Газда үздіксіз араластырып тұру керек, жанынан алыстап кетпеңіз. Комочек болып қалады. Солай қоюланғанша ұстаймыз. Сосын оны алып, бетіне салафанды осылай бетіне тиіп тұратындай етіп жауып, салқындатып қоямыз. Салқындаған соң, жақсылап миксермен бір араластырып алып, үстіне бір банка сгущенкамызды бөліп салып, миксерлеп шығамыз. Осылай аз-аздан салып, миксерлеу керек. Болды, креміміз дайын. Енді піскен коржымызды суылған соң, оны 3 бөлікке бөлеміз. Бетіндегі коржын томпайған жері болса, оны алып, қазір бетіне сепкенге крошки жасаймыз. Менде осылай 3 корж шықты. Енді онша емес, коржын астына салып жіберіп, үстіне жақсылап кремді аямай жағамыз. Сосын екіншісін, сосын міне ең соңғысын қойып жатырмын. Егер осындай кольцоларыңыз болса, тіптен жақсы, жан-жағына кремдарыңыз шығып кетпейді. Сосын бетіне де кремді жағып, 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін оны алып, қалай әсемдесеңіздер, өз еркілеріңізде, мен бетіне осылай корждарды себе салдым. Уақытты қыз болғандықтан қызын кесіп бер деп қоймай тұрып алды. Болды, дайын. Міне осылай болып шығады. Ас болсын.